Cristiano Ronaldo қазіргі замандағы футбол патшаларының бірі, сондықтан ол Еуропада король болып өмір сүруге үйренген. Португалдық басқа жұлдыздармен үнемі араласады, қоғамдық іс-шараларға қатысып өзі ештеңеден бас тартпады. Бірақ ол консервативті және қатал өмір сүреді. Сәлем достар, бұл шығарылымда Cristiano Ronaldoның Сауд Арабиясындағы өмірінің жаңа мәліметтерін ашамыз. Білеміз, Cristiano Ronaldo өзін қатты құрметтейтін ойыншы. Cristiano Ronaldo білесіз, Еуропадан кеткеннен кейін қазіргі уақытта Сауд Арабиясының клубтарының бірі Аль-Насрда ойнап жүр. Көрнекті спортшы мансабының арқасында Ronaldo өзін жарқын жұлдыз мәртебесіне жеткізді. Сондықтан Сауд Арабиясында ол өз үйірмесінде тұрады. Сондықтан жақын арада Cristiano Ronaldo өзінің ұлы Juniorмен бірге боксқа барады және Junior екеуі қатты боксқа қызығатынын мәлімдеген. Томми Фьюри мен блогер Джейк Пол веб бокспен төбелескен турнирде Ronaldo Майк Тайсон мен бокстық тірі аңыздармен сөйлесіп және суретке түсіп бірге интервьюді алған бір-бірінен. Майк Тайсон Cristiano Ronaldoмен жылы сөйлесті, бірақ ол Лионель Мессидің фанаты болса да. Атақты спортшылар іс-шараның соңына дейін бірге болды. Сонымен қатар оның алдына бірнеше фотосуреттер мен бейнелерге түсіп үлгерді. Сондай-ақ Cristiano Ronaldo бұрынғы UFC чемпион Ференс Ганномен сөйлесті. Ауыр салмақтағы боксшы Ronaldoға қонаққа келді және оның айтуынша Ганри олар көп сөйлесті. Тіпті жаттығуға бірге уақыт тапты. Олар күні бойы бірге болды. Формула 1 Гран-приінің әлеуметтік желілеріне жұлдызды футболшылар Сауд Арабиясында 2021 жылдан бері өткізіп келеді және әрине мемлекеттің бірінші тұлғалары әлемдік қауымдастықтың назарынан ірі жарыс оқиғасын аудару үшін бәріне дайын. Cristiano Ronaldo қатысуы кез келген формула үшін тамаша имидждік трамплин болып табылады. Бір гранд оқиғасы оны формула 1 жарыстағы кезінде бет әлпетін сатуға міндеттейді. Ал шейхтер Ronaldo'ды футбол мансабына зиянын тигізсе де медиа қызметіне тартуға дайын. Өйткені Cristiano Ronaldo араб орта шаруаларына қарсы басқа голмен ешкімін таңғалдырмайды. Бірақ Ronaldo ғаламшардағы ең үлкен жарыс Гран-придің болуы бұл күштер пиар Ronaldo үшін керемет болды. Ronaldo Сауд Арабиясында толық өмір сүреді. Әрине бұл өте көп ақшаны қажет етеді. Cristiano Ronaldo отбасымен және достарымен бірге үнемі қымбат мейрамханаларда барады. Ronaldo білесіздер өз отбасы үшін барлық нәрсеге дайын екенін. Білесіздер, Cristiano Ronaldo көбінесе көліктерге қызығады және ол жақында ғана бір көлік сатып алған болатын. Жақында ол тіпті жаңа Bugatti орталығын жарықтандырды және португалдық бұл көлікті сатып алуға келісті. Дегенмен қауесет бірнеше жыл бұрын пайда болды. Алайда футболшы ешқашан көлік жүргізіп жатқанда ұсталған жоқ. Сондықтан Сауд Арабиясында қауесеттер расталмайды. Рум әлі де жаңа премиум көлікте жанып тұрады, ал нөмір көлік иесінің кім екеніне күмән келтірмейді. Cristiano Ronaldo білесіздер, ол көбінесе көліктерді қымбат бағаға сатып алады және Лионель Мессимен де жарыса отырады көлік сатып алудан. Бұл Бугаттидің бағасын білмейтін шығарсыз, ал біз бұл Бугаттидің бағасын айтайық. 6 немесе 9. Жоқ, әрине бұл Бугаттиның бағасы $8 миллион. Ronaldo күнделікті өмірде көп ақша жұмсайды. Мысалы, қазіргі ол Сауд Арабиясында алғаш рет айына $5,000 төлеуге дайын. Отбасы үшін суши аспаз іздейді. Және Ronaldo отбасымен люкс қонақ үйде тұрды. Енді Криш ақыры өзіне үй көшті. Бақ хабарлауынша футболшының сарайы қауіпсіздік деңгейі жоғары үй тапты. Мұна үйді көріңіздер, ол Cristiano Ronaldoның үйі. Кәдімгідей керемет үй. Футболшының сарайы қауіпсіздік деңгейі жоғары және дүкендерге, мейрамханаларға оңай қолжетімді эксклюзивті ауданда орналасқан. Бұл аймақтағы спорт залы және басқа да ыңғайлы, негізінен жергілікті мұсылмандардан менталитетіне ерекшеленген ауқатты еуропалықтардан тұрады. Ал Ronaldo'дың жаңа үйінің меншік нысаны нақты белгісіз. Альтер сонымен бірге Португал жұлдызына үйді қанша екенін білмейміз, бірақ барлық нәрсемен қамтамасыз еткен. Бұл сәнді үйді Cristiano Ronaldo сатып алған немесе жалға алуы мүмкін. Cristiano Ronaldo білесіздер көбінесе кеңпейіл және керемет футболшы, ақ көңіл ойыншы. Жұлдыз Португалдық Сауд Арабиясында тек көңіл көтеру үшін ғана емес, футболшы жергілікті бояу мен мәдениетті сезуіне тырысады. Сондықтан футболда Cristiano Ronaldo мемлекеттің тұрылған күніне арналған салтанатты рәсімдерде құрметті қонағы болды. Ұлттық киімдерін киіп және қолына қылыш алып, қала көшелерімен шеруге қатысты. Ronaldo'ның араб нұсқасына суреті әлеуметтік желілерде тарап кетті. Сонымен қатар Cristiano Ronaldo бірқатар жергілікті
önekli yerlerge bargany belgili. Sportçu önemi Saudi Arabiyasının medeniyetini tereň baylaydı. Tüpde onun dietasına da kayışı kelimetin gana bolsa da Arap asxanasının yerikçi tagamlarını satıp aladı. Jene de musulmanların tamaklarını hurmetlep tamaktanadı. Cristiano Ronaldo sport ben tıgız baylanışda her türlü sallarlı tecrübe aldı. Hazır Portugal Saudi Arabiyasının diyetologuna kömekleşudi. Onun yerikçiligi onun tamaktanı salasında öte jaksı bilimi var. Jene Cristiano Ronaldo köbnesi öz formasını saktauga tırsadı. Ol her türlü jene salavatlı tamaktanadı. Bul sizde keştermen jattıgılarla güç-kuvat aluga mümkünlük beredi. Jene munun bäri Ronaldo'nun kerimet öner tabısından bastalgan. Cristiano Ronaldo kanday jagday bolmasın, ol her daim jattıgıda birinci orunga koygan. Jene oyun sawukka da barıp turady. Birak kanday jagday bolmasın öz sport formasyny saktaýdy. Jene ol sport forma saktao turaly bilim akademiýasyny açady. Akademiýa açgandagy maksat bolajak Saudi Arabiyasının sportçularına kanday tamaktanu jane kay wagtda kay mezgilde tamak jep turaly barlyk narseleri düşüredi jane onu olar meni bölüşedi. Cristiano Ronaldo bapkerlik mansabyn Arap tübeginde bastawy mümkün. Bul eldiň saňdary tym konservativdi jane katal ekeni düşünüm maňyzdy. Cristiano Ronaldo bilesler dostları men otbasy men köbnese kıdırıp jüredi. Jane Cristiano Ronaldo'nun keýbir hareketleri Arabiýanyň adamlaryny unamay jatyr jane ministrlerge de unamay jatyr. Mysala Cristiano Ronaldo dostları men jüredi. Al keýbir jagdaýlarda ol shortiler men de jüredi. Al Arabiýada shortiler men jürüdi jane köbnese muzika tыңdauga da bolmaýdy. Arabiýa bilesler musulman memleketiň biri. Cristiano Ronaldo sayajalarga da barsa da ol köbnese sol shortiler men sürüp getýär. Jane onuň komandaşlary da oňa istirtken bulay bolmaýdy dep. Keyin süýksmen tym жылы foto suretler suraklar tuğdurdu jalpy jurtçylyktan. Ronaldo musulman memlekettegi minez kultyň tym jogary ölgüsini taňdagan anyk. Sonымен katar Saudi Arabiyasına birliginiň tizim. Süňkde bul ýel Cristiano sında ýulduzlara kyzygçylyk tanıtadı. Sonduktan başlyk futbolçunyň emansipasiýalyk adetlerine köz yumady. Cristiano Ronaldo kalaýda olar onu sol küýünde aldy. Birlik birak jerklikde turgundar Ýewropalyklaryň pikirinçe Ronaldo kristik ruhsat berүүne elde ýürene almay jür. Kılmystyk jaza retinde ölüm jazasy köpçülik aldyna urup soğuk tuttu ayak kolu kesuz turaly sonda ýel bul. Birak Ronaldoga keşirmen karap jatyr. Kres belgisini körsetip jatkanga Cristiano Ronaldo'da. Al kanday jagday bolmasyn Cristiano Ronaldo eň üzdük oýunçylarynyň biri. Lionel Messi men bäsekelesi alemde taň galdyrgan. Cristiano Ronaldo'nun statistikası öte keremet. 38 yaşına karamay. Yine oyunda Al Nassr Al Shabab ben tezlesip Cristiano Ronaldo 2 gol soğup jane bir netijeli pas berdi. Sadio Mane'ge. Olar ýekewi keremet duet kurup jür. Al dostlar bugünkü video osy men tamam kanalga tirkelip like basudy unutmaýmyz. Kazak kontentini damytyp oturaýak. Arnamızda 60% adam tirkelmeye köredi eken. Onlarda tirkelip koysa jakсы bolatyn edi. Kazak kontentini birge damytyp oturaýak. Yine qaytalyp ötemin. Keleside kanday futbolçu turaldy süreýik. Kommentariýaga жазып oturuňuzlar. 1-Qurtýek bilim günümen kutluktaymiz. Jane jakсы okuwlaryňyzga, jakсы bilim alularyňyzga tilektesmiz.